Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 40 қабатты қызанақтың соғында өте дәмді әрі қытырлақ етіп сақтау тәсілін көрсететін боламын. Сізде дәл осы әдіспен жабатын болсаңыздар, қысқа дейін банкаларыңыз атылмай жақсы сақталатын болады және қыста қою тағамдармен қытырлатып жегенде тәбетіңізді ашады. Ол үшін әрине бізге ең алдымен қызанақ қажет болады. Мен қызанақтардың барлығын тазалап жуып шайып алдым. Бізге осындай өте әдемі етті қызанақтар қажет. Барлығын дерлік осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп турап шығамыз. Сіздің қызанақтарыңыз майда болатын болса, онда оны екі бөлікке бөліп тастай берсеңіздер болады. Мінекей барлығын осылайша турап дайындап алдық. Қызанақтарымызды газдың үстіне қойып, оттың астын орташа етіп қоямыз. Бетін жауып 15-20 минут уақытқа қалдырамыз. 20 минут уақыттан кейін біздің қызанақтарымыздың соғы шығып осылай қайнай бастайды. Бір қайнап шыққан қызанақтарды кеңірек осындай шараға салып суытып аламыз. Осы уақыт аралығында біз банкіні жабуға заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Бізге 40 қабат лавр жапырағы, қызыл ащы бұрыш, кептірілген қара бұрыш осындай және тұз бен қант қажет болады. Және сақтық үшін біз аспиринді пайдаланатын боламыз. Аспиринді кез келген дәріханалардан таба аласыздар. 40 қабаттың қабығын алып тастап турай бастаймыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай банкінің аузына сиятындай ғана етіп турап дайындап аламыз. Ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Мен осындай көлемде турап шықтым. Ең бастысы біздің 40 қабаттарымыз банкінің аузына сиятындай болу қажет. Міне мен барлығын осылай турап дайындап алдым. Енді алдын ала стерилденген банкілеріміздің түбіне ащы қызыл бұрыштан салып шығамыз. Мен 2 литрлік банкіге бір біреуден салдым. Ал оның үстінен сарымсақтан салып шығамыз. 2 литрлік банкіге 2 сарымсақтан және 2 данадан лавр жапырағын салып шықтым. Қалауыңызға қарай кептірілген ірі қара бұрыштан да салып шықсаңыз болады. Бұл біздің банкімізге өте керемет дәм беретін болады. Әрине дәмдеуіштерді өз қалауларыңызға қарай сала бересіздер. Егер сіздерге ащы болғаны ұнамайтын болса, онда қызыл бұрышты қоспай қойсаңыздар да болады. Турап дайындап қойған 40 қабаттардың барлығын дерлік осылайша банкіме салып шықтым. Қатты тығыздап емес, кішкене 40 қабаттардың үстін баса отырып саламыз. Банкілерінің барлығына осылайша 40 қабаттардың барлығын салып дайындап қойдым. Мен соңында барлығына дерлік бір лавр жапырағынан салып шықтым. Бұл біздің 40 қабатқа өте керемет дәм беретін болады. Осы арада біздің суымыз осылайша сақырлап қайнап дайын тұру қажет. Қайнап тұрған суды суытып алмай, бірден банкілеріміздің барлығына құйып шығамыз. Суды толтырып құйып болғаннан кейін қақпақтарын жауып 20 минутқа қалдырамыз. Осы арада біздің қызанақтарымызда суып дайын тұрады. Қызанақтардың барлығын дерлік қолымен осы видеода көріп тұрғандарыңыздай қатты езіп отырып, соғын шығарып аламыз. Қолымызбен езе келе біздің қызанақтарымыздың қабығы бөлек шыға бастайды. Осы қабықтарының барлығын дерлік қолымызбен алып тастаймыз. Міне қабықтарын сығып бөлек дайындап алдық. Енді қалған бөлігін иеліктен жақсылап өткізіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай иелікке қызанақты құйып, соғын бөлек шығарамыз. Міне соғы шыға бастады. Соғы бізге қажет болады, ал дәндері және қабықтары иелікте қалып қояды. Бұл бөлігін біз пайдаланбаймыз, тастайтын боламыз. Барлығын осылайша сүзгіштен өткізіп алдым. Достар, егер сіз менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Менің каналымнан қысқа сақтауға арналған түрлі банкілердің түрлерін таба аласыздар және алдағы уақытта да сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Осылайша қызанақтың соқтарының барлығын жинап дайындап алдық. Енді оттың астын қатты етіп қойып, бір рет қайнатып аламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін оттың астын баяу қойып, 20 минут қайнатамыз.
Мінекей біздің қырыққабаттарымыз қайнаған суда 20 минут уақыт тұрды. 20 минуттан кейін суларын төгіп тастаймыз. Бұл су бізге қажет болмайды. Бұл суды біз пайдаланбаймыз. Байқасаңыздар, кей адамдар суын бұлай төкпей-ақ бірден қызанақтың согын құйып жаба береді. Бірақ ол әдіске қарағанда суын бір рет төгіп тастап жапқан әдіс ең сенімді әдіс. Суларын барлығын төгіп болғаннан кейін салмасын сала бастаймыз. Мен 2 литрлік банкеге толтырып бір ас қасық тұздан қостым. Егер 1 литрге жасап жатқан болсаңыз, жарты ас қасық тұз, 3 литрге жасап жатқан болсаңыз, 1,5 ас қасық тұздан қосу қажет. Келесі кезекте қантты қосамын. Қантты да дәл солай 2 литрлік банкеге 1 ас қасық толы қанттан қосып шықтым. Мен 2 түрлі әдіспен жасайтын боламын. 2 банкеге 2-2 данадан аспирин қосып шығамын, ал қалған банкілерге уксустан қосатын боламын. Бізге осындай 70% уксус қажет болады. Мерзімі өтіп кетпеген сапалы уксустың болғандығы дұрыс. 70% уксустан видеода көріп тұрғандарыңыздай 1 шай қасықты толтырмай, жарты шай қасықтан ғана қосып шықтым. Жаңағы дайын болған қызанақтың согын тағы бір қайнатып аламыз. Қайнап тұрған жер астынан қызанақтың согын суытып алмай, банкілеріміздің барлығына осылайша құйып шығамыз. Менде осындай банка жабатын құрал болды. Осы құралмен банкымның барлығын жақсылап жауып алдым. Достар, қызанақты жай суға тұздап жапқаннан гөрі осылай қызанақтың согына жабатын болсаңыз, өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын болады. Қыста қою тағамдармен рахаттанып отырып жейтін боласыз. Жауып болған банкілерді төңкеріп, бір тәулікке бетін жауып қоя тұрамыз. Одан кейін орын-орнына жайғастыратын боламыз. Достар, сіздерге ең дәмді, ең сенімді тексерілген рецепті ұсындым. Сіздер де дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецептермен бөлісемін. Сондықтан подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.